Қашықтан оқыту 10 класс. Тақырыбы: террорлық қауіп-қатер кезіндегі тұрғындардың қауіпсіздігі. Сабаққа негізделген оқу мақсаттары: оқушыларға лаңкестік қауіп-қатер кезінде және оны орындаған азаматтардың іс-әрекеттері, әртүрлі лаңкестік қауіп деңгейдегі іс-әрекеттер тәртібі, ақпараттық ортаның лаңкестікке қарсы іс-қимылы туралы мәліметтер беру. Террорлық қауіп: жергілікті халықты және қала инфрақұрылымын қалқан ретінде пайдаланып, заңсыз мақсаттарын жүзеге асыратын жақсы дайындалған, заңсыз қаруланған шағын топтың қастандық әрекеттері. Кепілге алынған жағдайда атқарылатын шаралар: тыныштық, сабыр сақтау, абыржымау, дауыс көтермей сөйлесу. Осындай ықтимал сынақтарға физикалық және моралдық түрде дайындалу. Кісі ұрлаушыларға дұрыс қарым-қатынаста болу, оларды өршітуге, айтқан елемеуге, менсінбеуге болмайды. Барлық берген нұсқауларын бірден орындау, адамдық түсінікке сай келсе. Жарғыш құрылғыға ұқсайтын заттарды байқағанда атқарылатын шаралар: байқаған күдікті затқа жақындамау, ұстамау, орнынан қозғамау, затты тауып алған жерді және уақытты белгілеу. Күдікті зат байқалғанда ол туралы құқық қорғау органдарына тез арада хабарлау. Адамдарды қауіпті аймақтан радиусы кем дегенде 100 метр алысқа шығару. Күдікті затпен қауіпті аймақтан қорғанысын қамтамасыз ету. Телефон арқылы террорлық акт қаупі бар хабарлама түскен жағдайда қолданылатын шаралар: әрбір телефон қоңырауына жауап қату, түскен телефон қоңырау туралы қажетті органдарға басқа телефоннан хабарлау, қажет болса адамдар эвакуация жоспарына сай эвакуациялау. Жедел іздестіру тобының кинологтардың кедергісіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Тұрғындарды құлақтандыру: террорист қауіптіліктің деңгейі туралы тұрғындарды хабардар ету немесе кері хабарлау, ғаламтор, теле, радио тарату топтары, сонымен қатар SMS хабарламалары арқылы құзыретті мемлекеттік органдары тарапынан жүзеге асырылады. Террорлық қауіптің түрлі деңгейлері: сары деңгей қауіпті қатер. Терроризм актісі жасалу ықтималы туралы болжам бар, бірақ қайда, қашан болатыны белгісіз. Қызыл сары деңгейі жоғары қатер. Терроризм актісі жасалу ықтималдығы туралы ақпарат нақты расталған, бірақ қайда, қашан болатыны белгісіз. Қызыл деңгей шекті қатер. Терроризм актісі жасалған немесе жасалуына бағытталған барлық нақты іс-әрекеттер туралы мәліметтер бар. Қауіпсіздік ережелері туралы ақпарат әрдайым мұқият болыңыз. Қоғамдық орындарда, көшеде, көлікте, аулада, кіреберісте, баспалдақта, пәтерде күдікті зат байқасаңыз, онда оның иесін анықтауға тырысыңыз. Көршілерді, жақын маңдағы адамдарды сұрастырыңыз. Ал оның иесі табылмаған жағдайда бұл туралы құқық қорғау органдарына хабар беріңіз. Қауіп төндіретін бөтен заттардың белгілері мен сипаты: оралған қаптама, белгісіз қорап, бөтен сөмке мен портфель, тартылған сымдар мен баулар, сағат механизмінің дыбысы, төмен жиілік дыбыстар. Жақындамаңыз, өз бетіңізбен ашуға, жылжытуға әрекет етпеңіз. Оларға жақын жерде телефон немесе электронды құрылғыларды пайдаланбаңыз. Бұл сізге айналаға қауіп төндіруі мүмкін. Егер жарылыс қаупі туындап, эвакуация жасалған жағдайда сабыр сақтаңыз. Ауа райына сай киінуді, құжаттарыңызды, құнды заттарыңызды алып шығуды және үйдегі коммуналдық құрылғыларды өшіруді ұмытпаңыз. Ал қауіп халық көп жүретін қоғамдық орындарда, ғимараттарда туындаған жағдайда апаттық шығу белгілеріне назар салыңыз. Қарттарға, мүгедектерге көмек беріңіз. Және аталған нысандарға тек жауапты тұлғалардың рұқсатынан кейін ғана оралуға болады. Қатерді алдын алуда сіздің мұқияттылығыңыз маңызды.